ол міндетті түрде айналып келеді бастарыңызға. Бүгін сіздермен бөлісейін деп отқан оқиға өзімнің басымнан өткен, және де өзім басым емес, өзімнің анаммен байланысты. Бір сәтте, бір кезде, яғни өстіп көшемен кетіп бара жатқан кезде бір кісіні көрдім, үлкен кісі, бір тәте, бір ауыр пакет көтеріп бара жатыр екен да. Енді ешқандай бір не жоқ, андай бір пайда көрейін, немесе осы кісінің бір рахметін алайын, бір не деген сияқты, ондай емес, просто чисто қандай дейді, инстинкт или неосознанно дей ма, соны бардым да, просто тәте келіңіз көмектесіп жіберейін дедім. И пакеттерін көтерісіп, жаңағыда апарат жерге апарысып, ары қарай кетіп қалдым, ешқандай ойсыз. Одан кейін бір арада уақыт өтті, білмеймін, ай өтті ма, осындай апталар өтті ма, бір мынау анам хабарласады. Енді сөйлесіп отырмыз телефонмен, сонда бүгін жұмыстан келе жатырмын, таксиден түстім, қолымда ауыр пакетім бар еді дейді. И сол пакетімен келе жатсам, бір бала өзіме қоймайды дейді, тәте келіңіз, пакетіңізді алайын, пакетіңізді апарып берейін, көмектесейін деп пакетті үйіне әкеліп берген ғой, көтеріп. Бұл кезде бұл жерде қандай жаңағыда суть дейді ғой, қалай нені түсінуге болды бұл жерге. Яғни сіздер біреуге сөйтіп жақсылық жасасаңыздар, ешқандай да без андай сол бір жерден пайда көремін, выгода көремін деген сияқты емес, просто жаңағыда чисто ықыласпен көмектессеңіздер, міндетті түрде ол жақсылық айналып келеді екен сізге, немесе сіздердің жақындарыңызға. Ол жаңағыда сразу келе ма, аптадан келе ма, бір айдан кейін келе ма, бірақ түбі әр істеген сіздің жақсылығыңыз өзіңіздің басыңызға келеді, мен сол түсіндім да. Және де ол тек қана жақсылықпен емес, ол жаманшылықпен де байланысты. Егер сіздер біреуге жаманшылық жасасаңыздар, ол міндетті түрде, яғни сіздер біреуге жақсылық жасайсыздар ма, жамандық жасайсыздар ма, ол міндетті түрде айналып келеді бастарыңызға.